Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Жоғары медициналық колледжі, қазақ тілі мен әдебиеті пән оқытушысы Тәтібекова Айнұр Ибрагим қызы. Бағыты қоғамдық гуманитарлық. Оқыту нәтижелері мәтінде көтерілген мәселені талдай отырып, негізгі ойды анықтау және ғаламдық мәселелермен байланыстыру. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу. Оқыту әдістері. Ендеше, назарларыңызды мына суреттерге бұрып, бүгінгі тақырыпты сіздер болжауларыңыз керек. Мұқият қарап, қай ғасырдың, қай заманның ғимараттары, кесенелері берілген. Соған мұқият қарап, бүгінгі тақырыпты болжаңыз. Егер болжаған болсаңыздар, ендеше келесі назарыңызды мына бейнебаянға аударсаңыздар. Кең даланың байлығы тек жер асты құндылықтары мен табиғат ананың сұлулығында ғана емес, қазақ елінің мәдени, рухани құндылықтарын ескі архитектуралық ескерткіштер де сақтап келе жатыр. Ғасырлар бойы зиярат етушілер мыңдаған шақырымдарды артқа тастап, киелі жерге табан тіреген. Мен де бүгін осындамын. Түркістан қаласына келген бойда бірден еліміздегі ең әйгілі туристік орындардың бірі Қожа Ахмет Яссауи кесенесін көргім келді. Бұл жерге келмес бұрын бір нәрсені ескеруді ұмытпаңыз. Алдымен Арыстан баб кесенесіне барып түнеу керек. Арыстан бабқа түне, Қожа Ахметтен тіле. Түркістанға саяхаттап келушілердің ең жиі еститін сөзі осы. Тарихтан жақсы білеміз. Арыстан баб Ахмет Яссауидің ұстазы болған. Мұнда келушілердің көбі түнемелге қалып, Тағы судың дәмі ащы. Арыстан бабқа келіп, түнеп, тілеуіңізді тілеп, таңертең осында келіп, су ішу керек. Және өміріңіздегі соңғы ащы тамшы осы болсын деген ниет білдіру қажет. Енді міне мен де бүкіл әлемге әйгілі Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне кіруге дайын. Баға жетпес өнер туындысы 36 бөлмеден үлкен қиындықтар болып қайта-қайта бұзыла берген көрінеді. Сол кезде ақсақ темір алдымен Арыстан бабқа кесене тұрғызуға бұйырады. Содан кейін ғана Ахмет Яссауи кесенесінің құрылысы сәтті аяқталды. Ойып жасалған. Жоқ, бұл үңгір емес. Мешіт. Бірақ дәл қазір оның жұмбақ сұлулығына тоқтамауды жөн санадым. Одан да келіп, өз көзіңізбен көргеніңіз абзал. Мектері мен кесенелері маған несімен ұнайды? Дүние құндылығынан бөлек, мәдени ескерткіштер бір-біріне мүлде ұқсамайды. Достар, жаңа ғана біз үңгірде орналасқан Бекет ата мешітімен таныстық. Ендеше, бейнебаянды мұқият тыңдап, көріп алған болсаңыздар, сол бейнебаяннан алған әсерлеріңізді айта отырып, мынадай сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай жерде орналасқан? Екінші сұрақ. Арыстан баб кесенесі туралы не білдіңіз? Үшінші сұрақ. Арыстан баб Қожа Ахмет Яссауиге кім болған?
Келесі 4-ші сұрақ. Қожа Ахмет Яссауи кесенесін салуға кім бұйрық берген? Сіздер жаңа мұқият көрдіңіздер, тыңдадыңыздар, ақпаратты алдыңыздар. Ендеше осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Ендеше біздің келесі көтеретін тақырыбымыз ол Астана келбеті, ұлт келбеті. Бүгінде тәуелсіз еліміз әлемнің дамыған елдерінің қатарына қосылды. Айбынды мемлекетке айналып дамудың даңғыл жолына түсті. Мемлекетіміздің бас қаласы Астана, Қазақстанның егемендігі мен тәуелсіздігін паш еткен отанымыздың жүрегі, тәуелсіздіктің тірегіне айналды. 1995 жылы 15 қыркүйекте мемлекет басшысы Астананы Ақмолаға көшіру. 1997 жылы 10 қазанда Ақмола қаласын Қазақстан Республикасының Астанасы деп жариялау туралы. Ал 1998 жылдың 6 мамырында Ақмоланы Астана деп қайта атау туралы жарлықтарға қол қойды. Ендеше мына мәтінді мұқият оқып, керек сөздерді түртіп алыңыздар. Себебі келесі біздің тапсырмамыз осы мәтінмен байланысты болады. Келесі бізде топтық жұмыс. Суреттер галереясы әдісі бойынша 4 топқа бөлініп, қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, Бәйтерек, Экспо 2017, Хан Шатыр, Қазақ елі монументі деген сияқты ғимараттарға сипаттама беріңіз. Яғни 4 топқа бөлініп, мынадай кезеңдер бойынша осы тапсырманы орындау керек. Кезеңдері: бірінші, топтаса жұмыс жасаңыз, яғни топпен жұмыс жасайсыз. Екінші, көрнекілік суретін салыңыз, яғни өзіңіз таңдаған ғимараттың суретін саласыз. Одан кейін қысқаша сипаттама жазыңыз, яғни сол ғимаратқа қысқаша сипаттама жазасыз. Ал одан кейінгі кезең ол мәтін бойынша сұрақ құраңыз. Яғни сол таңдаған ғимараттың мәтіні бойынша сұрақ құрау керек. Бұл тапсырманы орындауға сіздерге 6 минут уақыт беріледі. Сол уақытта осы тапсырманың бәрін топтаса жасап үлгерулеріңіз керек. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяғына жетті. Үй жұмысы. Еркін жазу әдісімен көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп, Қазақстандағы ежелгі кесенелер тақырыбында 250 сөзден тұратын аргументивті эссе жазу. Кері байланыс. Алдарыңызда міне суретте шабадан, ет тартқыш және себет көрсетілген. Егер менің ары қарай керегіме жарайды десеңіздер, стикерді осы шабаданға жабыстырасыздар. Ал егер алған ақпаратты өңдеймін десеңіздер, мына ет тартқышқа жабыстыру керек. Ал егер барлық ақпаратты яғни тастаймын десеңіз, онда мына себетке жабыстырыңыз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталады. Сау, саламатта болыңыздар.